Альхамдулиллахи Роббил Аламин, ассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Біз өздеріңізбенен Аллах Тағаланың көркем есімдерінің қазыналарын бірге іздеудеміз. Бүгінгі сол қазынаның ішінде жасырын жатқан керемет есімі Әл-Бади. Бұл есімнің мағынасы теңдессіз жаратушы, бұрын соңды болмағанды жаратушы деген мағыналарға сыяды. Бұл есім Құран кәрімде айқын түрде аталады. Мысалға, Бадиус самауати вал арди ва иза қада амрун фаиннама яқулу лаху кун фаякун. Ол көктер мен жерді теңдессіз түрде жаратушы, бір істі қалағанда оған тек бол дейді, ол бола қалады. Әл-Бади нені білдіреді? Бади фаил өлшемінде, яғни осы өлшемдегі мағынада келеді. Ешбір үлгісіз, бұрынғы мысалға сүйенбей теңдессіз жаратушы. Яғни біреуден үйреніп жасаған жоқ, бұрын бар болған нәрсені көшірген жоқ, дайын үлгіге қарап жаратқан жоқ. Ал енді адам жасаған нәрселерге қарасақ, адам қаласа да, қаламаса да еліктейді. Мысалы, ұшақ құсқа еліктеу, сүңгуір кеме балыққа еліктеу. Бір энциклопедиялық кітаптың кіріспесінде былай деп жазылған: бүгінге дейін жасалған ең озық ұшақтың өзі құстың деңгейіне жете алмайды. Яғни адам өнертабыстары Алланың жаратқан табиғатына жасалған әлсіз еліктеу ғана. Ал Алла ешбір нәрсеге еліктемейді. Ондай нәрседен пәк Аллах Тағала бұрын соңды болмағанды жаратты. Адамдар былай деп сұрайды: жарықты кім жаратты? Күнді жылу мен жарық көзі етіп кім қойды? Суға оның ерекше қасиеттерін кім берді? Ауаны тіршілікке лайық еткен кім? Егер барлық зат бір температурада ерісе, онда бүкіл әлем не газ, не сұйық, не қатты күйде ғана болар еді. Ал біз көріп отырған ғалам, миллиардтаған галактика, жұлдыздар, планеталар, кометалар, өзара дәл тепе-тең қозғалыс, есепсіз қашықтықтар, мінсіз жүйе. Бұл нағыз Әл-Бадиғтың ісі. Бір жапырақтың өзі теңдессіз. Енді бір қарапайым нәрсеге назар аударайық: ағаш жапырақтары. Ойланып көрдіңіз бе? Жер бетінде бар барлық жапырақтарға ұқсамайтын жаңа жапырақ салып бере аласыз ба? Үлкен кіші, тегіс тісті, жуан жіңішке, ашық қою, жасыл, жолақты, торлы кете береді. Тіпті бір ағаштың өзіндегі жапырақтар да бір-біріне ұқсамайды. Бір әулие ғалым кісінің айтқан сөзі бар: егер екі зәйтүн жапырағы бірдей болса, Алланы Әл-Васи деп атамас едім дейді. Адам дара жаратылыс. Жер бетінде 8 миллиардқа жуық адам бар. Сонда екі адамның жүзі бірдей ме? Жоқ. Екі адамның саусақ ізі бірдей ме? Жоқ. Екі адамның көз қарашығы бірдей ме? Жоқ. Екі адамның дауыс ырғағы бірдей ме? Әрине жоқ. Тіпті екі адамның иісі де бірдей емес. Қазіргі медицина дәлелдеді: әр адамның тері иісі ерекше, әр адамның дыбыс толқыны ерекше, әр адамның қан құрамы, тіпті тіндік топтары ерекше. Алғашында адамдар тек қан топтары бар деп ойлады, бірақ кейін анықталды: тіндік топтар миллиардтаған түрлі. Тіпті болашақта әр адамға бір ғана тіндік топ тән болуы мүмкін. Осы себепті кейде бүйрек, жүрек, басқа мүшелер ауыстырғанда организм қабылдамай қояды. Бұл теңдессіз жаратылыс, бұл Әл-Бади есімінің айқын көрінісі. Теңіздердегі балықтарды ғана алып қарасақ, шамамен 1 миллионға жуық түрі бар. Ол бүгінгі ғылымның жеткен жері зерттеуде. Қандай пішін ойыңызға келсе, бәрі бар. Шар тәрізді, қылыш тәрізді, мөлдір, жарық шашатын, аяққа ұқсас өсінділері бар. Сия тәрізді сұйықтық шығарып қорғанатын, мыңдаған вольт электр тоғын шығаратын ірі киттер де бар. Аквариумда кішкентай сәндік балықтар да бар. Санап біту мүмкін емес. Құстардың түстері, ұшу тәсілі, әні, қауырсындары бәрі бөлек. Имам Ротиб ан-Набулси айтады: бір досым маған 18 томдық энциклопедия көрсетті. Әр бет пиязшық, яғни бадана өсімдіктерінің бір түрі. Тек бір ғана өсімдік тобы 18 том. Субханалла. Айталық, бидайдың 3500-ге жуық түрі бар. Дамаск маңында жүзімнің 300-ден аса түрі бар. Әр жеміс, әр көкөніс 100-деген мыңдаған түрі бар дейді имам Ротиб ан-Набулси. Ал Каирдегі жәндіктер мұражайын көрсеңіз егер, әр қабырғада, әр витринада бір-біріне ұқсамайтын жәндіктер. Бірде-бір екіншісіне дәл келмейді. Бұл шексіз шығармашылық. Бұл Әл-Бадиғтың белгісі. Ағаш жапырақтары, ағаш түрлері, ағаштың әртүрлі талшықтары, өсімдіктердің сан алуан түрі, иістердің алуан қырлылығы, балықтардың, құстардың, жеміс-жидектердің сансыз формалары. Ал енді қар ұшқынына ғана назар аударайық. Егер қардың бір түйірін микроскоппен үлкейтіп қарасақ, ақылға сыймайтын әсем пішінді көреміз. Ең ғажабы, бірде-бір қар ұшқыны екіншісіне ұқсамайды. Егер жердің мыңдаған нүктесінен түскен қар ұшқындарын жинап салыстырсақ, әрқайсысы ерекше формада. Бұл көктегі мен жердегі барлық нәрсені теңдессіз жаратқан Әл-Бадиғтың ісі емес пе? Әрине.
Әл-Бадиғ есімінің негізгі мағыналары: бірінші, затында теңдессіз. Алланың Бадиғ болуы өзіне еш нәрсе ұқсамайды деген сөз. Оған ұқсас ештеңе жоқ. Ләйсә камислихи шайъун. Алла жаратылысқа ұқсамайды, бейнеленбейді, елестетілген кез келген сипаттан пәк. Бұл Бадиғ, оның заты. Екінші, жаратылысында теңдессіз. Алла бүкіл жаратылысты бұрынғы үлгіге қарамай, ешкімнен үйренбей, дайын схемаға сүйенбей жаратты. Адам жасағанның бәрі табиғатқа еліктеу ғана. Ал Алла ешкімге еліктемейтін, бұрын болмағанды жоқтан бар еткен. Сондай пәк, әл-Бадиғ. Үшінші, істерінде теңдессіз. Адам кейде мың сақтық жасайды, барлық есепті түгендейді, бірақ күтпеген жағдайға тап болады. Ал Алла әрекеттерінде де әл-Бадиғ, ешкім болжай алмайтын шешім, күтпеген нәтиже, тосын бұрылыс. Сондықтан әл-Бадиғ Алланың затына да, сипаттарына да, істеріне де қатысты есім деген ғалымдар. Әл-Бадиғ және құлдың үлесі қандай, біздің үлесіміз қандай бұл есімге алатын? Алла Бадиғ, өз затында теңдессіз, жаратылысында теңдессіз, істерінде теңдессіз. Ал құлдың бұл есімнен алар үлесі қандай? Дінде жаңалық ойлап таппау. Бірақ бір өте нәзік тұс бар. Адам дара әрі иштихад иесі. Алла адамды ерекше жаратты. Әр адам қайталанбас, ерік берілді, ақыл берілді, таңдау берілді. Дінде дәл мағынасы анық емес зонни аяттар бар. Осы аяттарда ғалымдарға иштихад жасауға рұқсат берілген. Бұл Алланың адамды құрметтеуі. Демек, жаратылыста, ғылымда, технологияда, егіншілікте, өндірісте адамға шығармашылыққа жол ашық. Өсімдіктерді будандастыру, жануар тұқымын жақсарту, жаңа сорттар шығару, бұл рұқсат етілген, тіпті игілік болады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады: "Мән халафал жамаата шибрун халаа рибқатал ислами мин унуқихи". Кім жамағаттан бір қарыс алшақтаса, исламның мойнындағы ноқтасын шешкендей болады деген хадис бар. Аллах тағала Құранда айтады бізге: кім өзіне тура жол анық болғаннан кейін елшіге қарсы шығып, мүминдердің жолынан өзге жолға ерсе, біз оны өзі бұрылған жаққа бұрамыз және тозаққа кіргіземіз. Қандай жаман қайтар жер. Бұл аят үмметтің жолынан бөлінбеудің айқын дәлелі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: кім жамағаттан бір қарыс қана бөлінсе, исламның мойнындағы ноқтасын шешкендей болады дейді. Ал Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху мынандай ащы шындықты бізге баяндап кетті. Адамдарға бір жыл өтпей жатып, бір жаңалық енгізіледі де, бір сүннет өшіріледі дейді. Яғни уақыт өткен сайын бір жаңалық пайда болады дінге қатысты, бір сүннет ұмытылады осының себебінен. Осылайша бір кезең келу мүмкін, Алла одан сақтасын, діннің түпкі шындығы көпшілікке көмескі болып қалатын уақыт. Дінге айналып кеткен бөгде көріністерден мысал беріп көрейік. Кейде кең киім киіп, басына ерекше бас киім тағып, билеп, айналып, міне бұл дін деп жүргендерді көреміз. Біреу қайтыс болса, оның үйіне арнайы би тобы шақырылады. Кейбір зікір мәжілістерінде Құран да жоқ, сүннет те жоқ, Алла да жоқ, бірақ қимыл, әуен, айғай бар. Сұрақ қояйық: оны пайғамбар алейхиссалату вассалам істеді ме? Сахабалар осылай құлшылық етті ме? Әрине жоқ. Онда бұл не? Әрине жаңалық. Біреулер үшін дін әуен, біреулер үшін би, біреулер үшін түсініксіз күбір, біреулер үшін сандырақ. Мен кәдімгі әуен мен биді айтып отырғаным жоқ. Бұл жерде белгілі бір зікірлерді әуенге айналдырып, сол арқылы қимыл жасауды айтып тұрмын. Ал дін бұл емес. Дінді қайдан үйрену керек? Қадірлі оқырман, ерлік дінді оның таза қайнарынан алу, Құраннан және дәлелді дұрыс сүннетінен пайғамбардың. Себебі бұл ілім, дін. Ендеше дінді кімнен алып жатқандарыңа қараңдар деген пайғамбардың ескертуі бар. Ал адам қаласа да қаламаса да Алланың алдына қайтады. Сондықтан Алла айтады: "Уақифухум иннахум мас'улун". Оларды тоқтатыңдар, тұрғызып қойыңдар, өйткені олар сұраққа тартылады. Әркім жасаған амалына, ойлап тапқан нәрсесіне қатысты сұралмай қоймайды. Бұл ауыр сұрақ, бұл үрейлі сәт. Жаңалық иелерімен қарым-қатынас қалай болады? Кейбір риуаяттарда былай деп айтылады: кім жаңалық иесін құрметтеу үшін оған қарай жүрсе, исламды бұзуға көмектескен болады. Яғни дінге жаңалық қосқан адам айтылып тұр бұл жерде. Әбу Қилаба былай деген: "Ла туджалису ахлал ахва ва ла туджадилухум фа инни ла аману ан яғмисукум фи далалатихим ау елбису алейкум ма кунтум ta'rifun". Нәпсіге ергендерді, яғни көңіл қалауына ергендерді серік етпеңдер, олармен тартыспаңдар, өйткені олар сендерді өз адасуларына батырып жіберуі немесе танып білгендеріңді шатастырып жіберуі мүмкін деп ескерткен. Бұл ғалымдардың
ескертуі. Абу Бакр радиаллаху анху бізге өте үлкен үлгі, өйткені пайғамбарымыз айтады: "Лау узина иману Аби Бакрин би имани ахлил арди ла раджаха бихим". Егер Абу Бакрдың иманы жер бетіндегі барлық адамдардың иманымен өлшенсе, оның иманы бәрінен ауыр басар еді дейді. Соған қарамастан Абу Бакр радиаллаху анху халифа болып тұрған алғашқы сөзінде былай деді: "Мен ілесушімін, яғни Құран мен сүннетке, ойлап табушы емеспін. Егер дұрыс десем, көмектесіңдер, қате істесем, дүзетіңдер" деді. Бұл сүннетке адалдықтың ең биік үлгісі. Жаңалықтың рухани салдары қандай? Ғалымдар былай деп айтады: кім жаңалықшыға жағымпазданса, Алла оның жүрегінен сүннеттің ләззатын алып қояды. Кім жаңалықшыға күліп қараса, Алла оның жүрегіндегі иман нұрын өшіреді. Кім ислам әдемін менсінбесе, сүннеттен айырылады деді. Әл-Бадиғ есімінен енді шығатын қағида бар екен, құрметті оқырмандар. Алланың көркем есімдерінің көбінде құлға тиесілі үлес Алланың сипаттарына ұқсауға тырысу, әрине. Бізде сол есімдерден үлес алу. Ал Әл-Бадиғ есімінде құлға тиесілі үлес дінде ойлап таппау. Алла ғылымда, техникада, егіншілікте, өндірісте адамға шығармашылыққа жол ашты. Мысалы, өсімдіктерді будандастыру, жануар тұқымын асылдандыру, жаңа қорытпалар жасау, жаңа құрал ойлап табу, бұлар рұқсат етілген, тіпті пайдалы. Ал дінде ойлап табу жоқ, қосу жоқ дінге, азайту жоқ. Өйткені Аллах тағала айтады: "Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах ва яғфир лакум зунубакум". Айтай Мұхаммед, егер Алланы сүйсеңдер, маған еріңдер, сонда Алла сендерді сүйеді және күнәларыңды кешіреді деді. Үш түрлі мәтін береміз, үш түрлі өлшем. Өмірде сен үш түрлі мәтінге жолығасың. Бірінші, Алланың сөзі. Құран тек түсінуге міндеттісің оны. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі, яғни сүннеті. Дұрысын тексеріп, соған ілесу керек. Міндетің осы. Үшіншісі, басқа кез келген адамның сөзі. Құран мен сүннетке сай келсе ғана қабылданады. Адамдармен қарым-қатынаста кейде жұмсақтық танытып, мүмкін ол қателескен шығар, бәлкім білмей істеген болар деп ісіне араласпай қалуың мүмкін. Бұл әдептілік, бұл дұрыс әрине. Бірақ егер Алла тағала тарапынан айқын аят жетсе, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сахих сүннет сақталса, онда мұнда күмәнға орын жоқ. Алланың кітабы ақиқат, оған өтірік те, жалған да, алдыңғы жағынан да, кейінгі жағынан да жолай алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маасум, яғни дінді жеткізуде қателеспейді. Демек, сенде екі ғана абсолют сенімді өлшем бар: Алланың кітабы Құран, Алланың елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сахих сүннеті. Ал бұлардан басқа кез келген сөз кім айтса да үшінші санатқа кіреді. Ол сөз Құран мен сүннетке сай келсе ғана қабылданады, сай келмесе қабылданбайды. Өмірдегі үш мәтін, үш түрлі өлшем дегеніміз осы. Мен үнемі бір қарапайым, бірақ өте нақты қағиданы айтамын дейді ғалымдар. Өміріңде сен үш түрлі мәтінмен ғана бетпе-бет келесің. Тағы да қайталаймыз: Алланың сөзі Құран, ол қатғи дәлел, кесімді дәлел десек болады. Сенің міндетің оны дұрыс түсіну және оған еру. Екіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі, амалдары сүннет, ол зонни дәлел. Сенің міндетің сахихтығын тексеру, яғни оның өлшемін, қайдан келді, дәлелі қандай, дәрежесі қандай, содан кейін оны дұрыс түсіну. Үшіншісі, пайғамбардан басқа кез келген адамның сөзі, ол ғалым болсын, ойшыл болсын, замандас болсын, кім болса да Құран мен сүннетке салынады. Сәйкес келсе алынады, сәйкес келмесе қайтарылады. Белгілі үлкен 4 мазхаб имамдарының да сөздері осы. Бірде пайғамбарымыздың қабірінің қасында тұрып, міне Алланың және осы қабір иесінің сөзі ғана қияметке дейін алынады, тасталынбайды деді. Міне дін деген осы. Міне осы өлшем дейді ғалымдар. Жаңалық қайдан пайда болады деген сұрақ туындауы мүмкін, яғни дінге қосылатын. Осы өлшем жоғалған жерде пайда болады. Сүннет өшеді, дін бұрмаланады. Сондықтан әрбір мұсылман естігенін, көргенін, үйренгенін барлығына жауапты екенін білсін. Құран мен сүннет арасына салу керектігін де білсін. Бұл сақтық, бұл тақуалық, бұл дінді қорғау. Әл-Бадиғ есімінің қорытындылай айтатын болсақ, құрметті оқырмандар, Алланың Әл-Бадиғ есімі туралы айтқанда мына нәтижеге келдік. Алла көктер мен жерді бұрын соңды болмаған түрде жаратты. Заттарында да, яғни затында да, сипатында да, әрекетінде де теңдессіз, жаратылысында шексіз шығармашылық иесі Раббымыз. Адамға өндірісте, ғылымда, техникада, егіншілік пен мал шаруашылығында жаңалық ашуға, ойлап табуға рұқсат берілген. Бірақ та сенімде, құлшылықта, діни амалдарда, сүннетке қарсы әрекетте жаңалық ойлап табуға
тыйым салынған. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анық айтты бізге: кім жақсы жол бастаса және ол іске асса, оған соның сауабы және оны істегендердің сауабы жазылады, еш кемімейді. Ал кім жаман жол бастаса және ол іске асса, оған соның күнәсі және оны істегендердің күнәсі жазылады, еш кемімейді дейді. Бұл хадис діндегі жаңалықты емес, дүниелік немесе сүннетке сай жақсы бір бастаманы меңзейді, сол бастаманы бастауды меңзейді деген. Құрметті оқырмандар, біз өздеріңізбенен Аллах тағаланың Әл-Бәди есіміменен таныстық. Осы есім Алланың көркем есімдерінің қазыналарының ішінде жасырын жатқан қазына еді. Аллах тағаладан осы есімнің берекесін, нұрын жүрегімізге құюын сұраймыз, және бұл біліммен айналаңызбен бөлісіңіз, олар да Алласын танысын.